Вау! Я обожаю тебя, Бали! Жай ғана 3 минуттың ішінде өзінен өзі жаңбыр алды да құя салды. Иә, достар, дәл қазір мен Балидемін. Және де қазір мен сіздерге өзімнің беременностім жайлы, неге доктора говорили мне, что у меня не получится, но у меня получилось. Осы жайлы менің беременность кезеңім қалай өтті, токсикозбен қалай справляться еттім, осы жайлы видео түсіргім келіп отыр. Я просто в шоке. Мен жаратушының құдіретінен в шоке. Мен жаңа ғана осы видеоны түсірердің алдында ауа райы сондай құртылып қараңғы болып кеткен, и мен реально освещениенің кетіп қалғанына былай айтқанда ренжіп отырғам. Но как только я приняла ситуацию, ну ладно, если не сейчас, то завтра сниму. Ничего страшного, накрашусь еще раз деген едім. Алдыда просто аспан ашылып кетті. Просто жаратушы менің сіздерге тезірек осы бір дүниелерді жеткізгенімді қалады-ау деймін. Ендеше кеттік. Менің беременностім қалай өткердім, қандай түсініктермен шықтым, 5 ай сіздерден жасырып келген өмірім қалай болды, бастайын. Жалпы ең бірінші момент маған шын мәнінде врачи говорили то, что у меня сейчас не получится. Гормональный сбой, сен жарты жыл емделу керексің деді. Ал енді қалай біз осылай дәрігердің алдына келдік? Соған дейінгі историяны бастайын. Мен 2022 жылы тұрмысқа шықтым. Қазір мен 1,5 жыл тұрмыстамын. Және біз отбасылық өмірімізді бастар алдын күйеуімізбен алдын ала келісіп алған болатынбыз. Яғни кішкене бір-бірімізге үйренісуге, отбасылық өмірді өзіміз сүріп көруге мүмкіндік береміз. Және де жүрегіміз қалаған кезде Құдай қаласа баланы планировать етеміз деп. Екі жақты осындай договоренность болғаннан кейін бізде уже особо проблема болған жоқ, но біз енді о бастан сақтанып жүрдік. Сонымен мен жарты жыл өткеннен кейін күйеуімнен ол хочу деген нәрсені сезіне бастадым, өзінің сезімдерін жеткізе бастады. Ал менің ішімде бәрібірде бір әлі уақыты емес деген бір сезім келіп тұрды. И сол кезде мен өзімнің о бастағы ниетімді қайтадан еске түсірдім да, ол ниетте мен Аллам маған ровно 1 жылдан кейін сәби сүю бақытын бұйыршы деп тілеген болатынмын. И как будто жарты жыл әлі маған жеткіліксіз болды. У меня горели проекты, я снимала фильм, и мне было не до ребенка, шыны керек. И сонымен уақыт өте берді, 1 жылға жақындады. И знаете, ең бірінші менің реально баланы қалайтынымды қалай түсінгенімді. Мен рилстардан, инстаграмдан, тиктоктан просто семейный контентке, кішкентай балаларға лайк басып бастадым. Ол реально менің лентамда пайда болды ең бірінші. Оған дейін мен я даже не смотрела вообще такой контент. Мен соны көріп бастағаннан кейін, кішкентай балаларға умиляция етіп бастағаннан кейін, 1 жылдан кейін все, пришло время. Теперь я хочу, теперь я готова деген менде іштей сенім келді, сезім келді. Получается, мен августе тұрмысқа шықтым, августе маған сол сезім келеді, и біз прям августе очень хорошо начали готовиться. И сонымен енді өзіміз жасап көреміз, байқап көреміз, но у нас почему-то не получалось. Мен түсінбеймін, 1 рет тест істеп көрем, тестім менде отрицательный болып шығады, а мен қатты үміттеніп қалғаннан кейін бірден көңіл күйім де қатты түсіп кетеді. И сонымен ол кездегі видео әлі есімде, ол кезде шын мәнінде маған өте қатты жаман болды. Мен өмірімде олай қайғырамын деп если честно ойламаппын. Себебі ол күнге дейін мен бала жайлы ойламаған да едім да. И сосын біз сол тестті көргеннен кейін мен ертесі бірден гинекологқа жазылып, өзімнің гинекологыма бардым. Оның алдында да мен тұрмысқа шыққаннан кейін, жарты жылдан кейін бір рет чекаптан өтіп жүретінмін. Сонымен гинекологыма бардым, вот, біз вроде бы все делаем от нас зависящее, но почему у нас не получается деген сұрақпен бардым. Мен полный анализ тапсырдым, чекап өттім. И солай менің гинекологым мені УЗИстке жібереді ғой. УЗИст енді астынан мені көреді да. И сондай бір кісі маған жолығады, кішкене андай прям кішкене емес, реально немножко негативші екен. Прям қолына ұстап алған, мен әлі помню сол кездерді. Қолына ұстап алған, кіргізеді да, қарап отыр ғой несіне, УЗИ аппаратына. Сенде ешбір жерің ана болуға дайындалып жатқан жоқ. Ана нәрсе дұрыс емес, мына нәрсе дұрыс емес. У тебя гормональный сбой, сейчас не получится. Бар кет дейді ғой маған. И мен бір түрлі сезімде болып қалам.
и барып сол дүниені өзімнің гинекологыма айтамын, оның жазып берген заключениесін көрсетемін. Маған гормональный сбой, 6 ай лечиться и мужу, и только потом получится деген примерно олар диагноз қойып береді. Сонымен біз всегда күйеуімізбен емделетін болсақ бірге емделеміз. Неге? Себебі бір жақтың емделгені ғана жеткіліксіз. Ол емделеді. Егер менде болса, мен қайтадан оған половой путьпен жұқтыруым мүмкін. То же самое, мен емделемін, бірақ күйеуім емделмесе, ол маған половой путьпен жұқтыруы мүмкін. Сондықтан да біз бірге емделдік. Сол моментте маған уже витаминдер жазып берді, беременный әйелдер қабылдайтын. Бірақ менің гинекологым сол кезде өте грамотная, я ее очень сильно люблю. Она мне сказала: не волнуйся, Лаура, у тебя получится точно так, как ты планировала, деп айтады. Сонымен мен шын мәнінде үмітімді үзбей, бірақ узисттің айтқанына бәрібір менің мына жағымда сақталып қалады. Но мен қатты көңіліме алмай, ештеңені ойламай, уже оған қатты фокусымды қоймай, ары қарай фокусымды жұмысқа бұрып, өмірімнің басқа сферасымен айналысып кеттім. Проекттер жасай бердім. Біз емделіп жүрміз. И получается, ровно сентябрьде бізде үлкен той, оның алдыңғы жылы болған ғой, и 2023 жылы сентябрьде емделіп болғаннан кейін, получается, бізде сразу получилось. Я этого не замечала, не подозревала, потому что маған как минимум 6 ай, но в лучшем случае 3 айда пайда болып қалуы мүмкін деп айтты ғой. Ал бізде, получается, қалай ем бітті бір аптада, солай сразу получилось. И мен деген вообще ештеңені ойламай, жұмысымды жасап, жүре беремін. И мен баламды только 7 апта болған кезде ғана, почти 2 ай болған кезде ғана, октябрьдің соңына қарай ғана білемін ғой. И я даже сама до этого времени не могу посчитать, потому что, возможно, даже емнің алдында бала пайда болып қалуы да мүмкін ғой. Получается, мен августтың соңында почему не получается деп гинекологқа бардым. Сентябрьде уже получилось, октябрьдің соңына қарай мен уже почти 7 апталық баламды білдім. И мен сол кезде жаратушының құдіретіне былай таң қаламын ғой. Мен қатты ниеттендім. Я реально самопрограммировала себя, что через год я стану мамой. Құдай қаласа, мен үлкен той бізде сентябрьде болды. Келесі жыл сентябрьде уже 1 жылдан кейін мен баламды бауырыма, ішімде мен балам болады деген ниеттенем ғой. И дәл сол ниетіме қарай, дәл сол программированиеме қарай жаратушы маған беріп тұр ғой. И мен сол кезде ешқандай да артық араласусыз, маған гормональный сбой деусіз дегенмен қоса, ол нәрселердің бәрін жоққа шығарып, жаратушы тағала, как я хотела, так и дал мне. И сол кезде мен мынандай өзіме топ 3 инсайт алдым. Бірінші инсайт реально өте үлкен ниеттену, и іштей өзіңе қай кезде қалайтыныңды түсіну, өз-өзіңмен сөйлесу, өзіңді сезіне алу. Мысалға, реально, например, біздің Тимур уже жарты жылдан кейін қалап жүрді ғой, а жарты жылдан кейін мен өз қалауымды тыңдамай, если бы я начала делать что-то, возможно, мен только разочарованиеға қарай келе беретін. Себебі жарты жыл мен содан кейін, мы же временами еще не предохранялись, но у нас не получалось, да? И ровно 1 жыл болғанда получилось так, как я хотела. И то же самое, екінші инсайт, егер мен баламды ертерек көтергенде, возможно, жарты жылдан кейін, 3 айдан кейін или бара салып, мен дәл қазіргідегідей бақытты сезімдерді, ана сезімін сезіне алмайтын едім. И менің дәл қазір көтергенім менің ең үлкен бақытым болды да, мен шын мәнінде сол баланы көтерудің бақытын сезіне алдым. Мен оның алдында ренжуім мүмкін еді, қапа болуым мүмкін еді, реализациямды үлгермедім, ананы үлгермедім, күйеуіммен бірге семейный жизнь өмір сүріп көрмедім, үлгермедім деген менде өкініш болар еді. Мен қатты осы жылғыдағыдай бақытты сезінбейтін едім. Сондықтан да жаратушыға ниеттену, планировать ету, ішкі сезіміңді, қалауыңды тыңдай алу, ол ең басты ана үшін критерий екен. Себебі сен өзіңнің қашан қалайтынды білсең, бүкіл әлем подстроится под тебя. Даже, мысалға, 1 жыл бойы ешбір туысқан, ата-енем, ата-анам жақтан маған ешқандай да бірандай қыспақ болған жоқ, или же ешқандай да мен өзімнің сторонама сөздер естіген жоқпын. Мен хотя өзімнің мамам 1-2 рет айтты, но маманың сөзінің құлағына елемейсің да, мам, я планирую, да, дейсің да, қоя саласың. И то же самое,
менің ең үлкен алған бір кайфым самопрограммирование, оно реально работает, потому что я программировала себя, что через год я забеременею, еще через год рожу, енді 9 айдан кейін. Сонда получается, мен 21 жасымда тұрмысқа шықтым, и 23 жасымда ана атанамын, ал 22 жасым менің сол отбасылық өміріме арналған жыл деген өзімнің программированием, қыдыруым бүкілі орындалады ғой. Мен сол 22 жасымда тұрмысқа шыққан жылы менде бүкіл сфераларымнан взлет болады. Менің жұмысымда, карьерамда мен 10 есе запустардан өсемін, 10 миллиондық запустан 100 миллиондық запусқа 10 айдың ішінде көтерілемін. Фильм түсіремін, 12 миллиондық обучениеде оқимын, 6 рет шетелге шығамын почти каждые 2 месяца. Күйеуіммен керемет уақытты өткіземін, күйеуім өзінің клиникасын ашып үлгереді да. И дәл қазір менің бала көтергенім ол біздің прям идеальный моментіміз болып тұр. Сондықтан да қыздар, пожалуйста, өзгенің сөзі, күйеуіңіздің қалауы емес, ең бірінші өзіңізді сезініңізші. Сіз өзіңізді сезінсеңіз, барлығы дәл сіз қалағандай сол программированиедегідей болады. Сонымен мен 2 ай кезінде почти білемін. У меня был просто шок. Просто шок. Потому что менің басымда по-любому қалып қойды. Сіздер қазір емделесіздер, сосын как минимум жарты жылдан кейін пайда болады деген. Сонымен ну ладно деп солай жүргем ғой. И мен 2 айда білген кезде просто шок болдым. Сосын оны қалай күйеуіме жеткізетініме таңғалып жүрдім, себебі күйеуімде енді ол жағдайдың барлығын біліп тұр ғой. И екеуміз мүлдем күтпеген кезде ең қайырлы жолмен келген бала бізді сондай үлкен бақытқа бөледі. Мен тағы бір қызық прикольный моментпен бөлісейінші. Мен никогда біз ұрыссақ та, түсініспеушіліктер болса да, күйеумен бірге андай мен үйден кеттім деп қорқытып, үйден кетпейтінмін. Но мен дәл сол беременностьтің алдында у меня сильно, видимо, скачали эмоции и сильно менде нелерім қалай өзі, ну вы поняли, қатты скачок болып отқан ғой. Мен енді өзім оны білмеймін, я не подозреваю, но мен қатты күйеуіме болмайтын нәрсеге қапа болып қалам да. И мен сенен кішкене хочу отдохнуть деймін да, 2 күн 3 күнде басқа квартираға кетіп қалам ғой. Я просто сняла квартиру и лежала там. И сол жақта осы информацияны білемін, сосын күйеуіммен бөлісемін, екеуміз просто керемет өміріміздің кезеңі басталады. И күнделікті мен 1 ай бойы өзіме ештеңе жасамауға, ешқайда шықпауға, ешқандай өзімнен дүниені талап етпеуге сөз бердім. И сол моментте қалай мен көтердім, мен өзіме кодекс жаздым. Кодекс мои правила беременности. Мне все можно. Проживаю эмоции так, как я хочу. Болады, болмайды емес, как я чувствую. Импульспен өмір сүремін дедім. Себебі менің ертең балам болсын, қызым болсын, өз-өзін сезіне алғанын қалаймын да. Және де ең бастысы, екіқабат кезде жыламау емес. Ең бастысы өзіңнің не үшін жылап жатқаныңды, неге жылағың келіп жатқанын, соны экологично шығара алу, міне осы маңыздысы. И мен өзімнің эмоцияларын солай проживать еттім. Мен ашуланған кезім өте көп болды. Менде гормональный прям всплесктер өте қатты жоғары болды. Мен жұмысымды бір момент тоқтаттым. Сол моментте мен команданы қалай әдемі жинағанымды түсіндім. Себебі 1 ай мүлдем менсіз полностью система құламай, полностью бізге ақша келіп тұратындай жағдайда команда жұмыс жасады. Міне сонымен мен 1 ай бойы өзіме ештеңе жасамауға мүмкіндік бердім. Я просто целыми днями лежала. Тимурге келіп, не істедің жан, бүгін қалай өтті күніңсе? Сен менен не істедің деп сұрама. Мен мүмкін бүгін балаңның басын істеген шығармын, мүмкін қолын істеген шығармын, мүмкін аяғын істеген шығармын. Мен жұмыссыз жатуым мүмкін емес деймін ғой. Ты умеешь такое создавать? Нет, а я вот создаю дедім. Сондықтан да 1 ай солай өтті. Менде токсикоз прям өте қатты болмады, но мен чувствовала да. Любой нәрсеге құсу емес, тамақтардан особо қатты құсқан жоқпын. Иістерден прям реально жиіркендім. И плюс мен көтерген кезден кейін там ұшуға болмайды, үйтуге болмайды деген советтерді қараған жоқпын. Мен тек реально менің қалаған беременностьімді сүрген блогерлерді көрдім, солардың историяларын тыңдадым и өзімді солай настроить еттім. Мен балама 3 айлық болған кезде біз Тимурмен бірге Таиландқа ұшып бардық. Қазір менде 5 ай біз Балидеміз. Солай мен там Астанаға, Алматыға, Шымкентке ұшып жүре бердім. И реально у меня было все хорошо.
ешқандай ауру, перелеттардан кейін жатып қалу деген дүние болған жоқ. Я переносила перелеты очень даже хорошо. Мой малыш в этом мне помогал. И ол неше түрлі өзі туылмай жатып, осындай әлемнің кереметін көріп жатқанын, анасының ішінде осындай сезімдерді сезініп жатқанына шынайы бақытты болдым. Таиландта сол сасық иістен жеркеніп, Тимурдың көзінше құсып, ол құсқаныма ризамын ғой тағы, потому что үйде ол көрмейді ғой ол құсқанды, ол жұмыста. Ал неде Таиландта соның көзінше құсам, ол тұр шүкір, альхамдулиллах деп, мен мәзбін оның көргеніне. Смотри, как я страдаю деп. Солай еркелеп жүрдім. Сонымен менде, получается, бір рет қана менің астым кішкене ауырды. Яғни менде, тьфу-тьфу, альхамдулилля, ешқандай да там внематочная беременность, уроз деген дүниелердің мүлде ешқайсысы болған жоқ. Мен баламды прям реально өте құнарлы, керемет, солай маған бітті, Аллаға мыңда бір шүкір. Бір рет кішкене менде ауырды асты жағым, мен оны кішкене өзім угрозама деп қорықтым да. Оказалось, нет, менде немножко мочевой пузырьде вирус бар, сол мочевой пузырьдің әсерінен менде кішкене қол жағым ауырды. Но мен бірден сразу ем қабылдадым, бірден врачқа барып ем алғаннан кейін ол 2 күнде ол ауру менен кетіп қалды. Сондықтан да мен айтарым, қыздар, пожалуйста, не терпите боли, потому что мен өзім 4 адамнан тыңдадым, естідім кейбір подругаларымнан. Тура маған ұқсаған синдром, и олар оған мән бермеген, 2 күн, 3 күн жүрген, и алатта 2-3 күннен кейін жүріп қойып кетеді. И біраз уақыттан кейін ол қайтадан шығады да, и ол уже 2 есе аурумен шығады, тіпті бір кісіде угроза болды. Сондықтан да өте тез, өте бейжай қарамаңыздаршы өтіп кетеді деп. Мен бір күн ғана ары кетсе жарты күн терпеть етем, қандай ауру болса да. Если ол қоймаса жарты күнде, мен сразу обращалась к гинекологу, к своему. Сондықтан да вам тоже нужно так обратиться. Енді менің, кстати, одан кейін аяғым кішкене ауырды. Оң аяғым менде кішкене ауырды. Хотя менде ешқандай да ауруға себеп болмау керек негізі, вроде бы. Но менде ауырды из-за того, что мен өте көп жұмыс жасаймын, мен отырып жұмыс жасаймын ғой осылай. Я веду созвоны 5-6 сағаттап, я делаю разборы, да. И мен отырған сайын, оказывается, мен ішім кішкентай деп мен отыра беремін байқамай, но бала өсе береді, матка деген жылжып жатыр да. И ол менің аяғымдағы суставтарыма, ол менің аяғымдағы веналардың кішкене үлкеюіне алып келеді да, яғни орнынан барлық орган жылжып жатыр ғой. Мен ол аяғымды бара салып, еще УЗИ-ға, УЗДГ-ға, там аяғыма там, не знаю, қандай дейді өзі, андай бір ауру бар ғой, кешірім, білмеймін атын енді, я забыла сейчас. Сондай емес па, там тамырлар көрінетінше, ну вы поняли, короче. Сондай емес па деп қорқып, мен бірден сүрем ғой, ертесіңді барып. Оказалось, ничего нет, просто вот көп салмақ түседі, из-за этого менде аяғым солай ауырып бастады. И сосын мен не істедім, я? Вот мені ешқандай гинеколог маған айта алмады не істеу керек екенін. Ешқандай препарат ештеңе жазып бере алмайды, из-за того, что барлық нелер УЗИ күшті көрсетіп тұр, УЗД-ге бәрі жақсы, енді не жазып береді ол кезде, но бірақ мен аяғым ауырып жатыр. И сол кезде маған көмектескен, мен просто бір кішкентай, бір 1200 теңгелік тұратын, қатты бірден больді баспайтын майзды 2 күн, 3 күн жақтым. И плюс просто каждый раз там жұмыс жасағаннан кейін, далада қыдырып жүріп келгеннен кейін, барамын да аяғымды былай аспанға көтеріп, осылай жатам ғой. Понимаете? Сонда мынау астыға түсіп бара жатқан іш обратно өзінің орнына келеді, и аяқтарға қан жақсы жүреді, и сол нәрсе реально менің емім болды ғой. Все. И типа, блин, мен соны түсінгеннен кейін, мен соны істеп көргеннен кейін, андай ғой, бұл андай интимная гимнастикаға жатады. Бүкіл почти что интимная гимнастикамен сіз алдын ала аурулардың қаншауын алдын алады екенсіз. Сондықтан да я вам тоже советую делать так же. Одан кейінгі момент, мен қандай витаминдер қабылдадым. Маған врач, мен әлі еще көтермеген кезде, жаңағыдай беременналар қабылдайтын витамин жазып берді. Как обычно, D3 ішіп жүрмін, әлі де ішемін. Бірінші айда фолиевая кислота іштім, алғашқы 3 айында. И одан кейінгі айларда қазір мен тағы да ішіп жүрмін, қазір магний ішіп жүрмін. Это успокаивающее, ал оның алдында ішкен нем? Дәрім қалай еді аты? Я забыла.
мен ойлаймын ғой өзіме даже беременность кезінде тупеть етуге мүмкіндік беремін деймін, потому что я иногда да многое забываю, ну это нормально, наверное. Ой, я реально вот не вспомню сейчас, что я пила. Аты қандай еді? Эмфитал. Есіме түсірдім. Эмфитал іштім. Сол эмфиталды 3 ай іштім. Қазір енді соңғы 1 айда осы магний B6-ті ішіп жүрмін. Одан артық особо ештеңе ішіп жүрген жоқпын. Питаюсь так, как я хочу, как я чувствую. Очень много кушаю зелени, фруктов, овощей. Очень люблю их. И өзімнің ең активный керемет кезеңдерімді сүріп жүрмін. Мен обменная картамды уже сразу 10-11 аптасында алдым. Обменная картамды ала сала мен Басенова деген Алматыдағы недемін. Рахмет. Мен Басенова деген Алматыдағы поликлиникада тіркелдім. Өте жақсы, маған ұнап жатыр қазір. Ал туыма байланысты я пока не знаю, где я буду рожать. Мен, если честно, жақсы жағдайды хочу. Өте керемет жерде туғым келеді. Бірден мені сол жақта күтіп алатын врач болғанын қалаймын. Бізде Тимур партнерский родыға кіреді. Менде доула болады и врач болады, получается. Мен 2 көмекшім, врачым болады. И, возможно, бесплатный клиникада туым тоже мүмкін. Енді құдай қаласа тағы срок жақындасын, примерно уже 7 айлығында мен солай клиникаларды қарап, туатын жерімді, роддомымды таңдап бастаймын. Ол жайлы тоже бір видео түсіретініме сенімдімін. Әзірге бөлісерім осы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, неге жауап берейін? Я не знаю, жазсаңыздар болады. Мен неге жерік болдым? Менде особо жеріктік болған жоқ. Вот знаете, я не знаю. Вот как обычно мен қалай болдым осыған дейін, дәл солаймын. Все, примерно осы. Барлықтарыңызға көп рахмет. Если остались вопросы, пишите, я с радостью отвечу.